бір матокпен 3 қабат. Біз бір маток жіпті 3 қабатпен тоқитын боламыз. Ол үшін жіпті ең алдымен мынадай ортасынан шығарып аламыз. Осылай ортасынан шығарып аламыз жіпті. Бұл Lanagold 800 жіп, яғни 100 грамда 800 метр. Яғни өте жұқа, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны 3 қабаттау үшін жіпті осылай 2 қабаттап аламыз және 3-ші қабатын осылай жасаймыз. Мінекей мына жіптің ұшы осылай 3 қабаттап аламыз. Тоқып бастаймыз. Мінекей мына жеріне келдік. Енді ары қарай қалай жасаймыз? Мынау жіпті осылай ұстаймыз. Мына жіпті шығарамыз. Осылай тартамыз. Мінекей бізде келесі 3 қабат дайын. Келесі мынау ұшына келген кезде тағы да дәл осылай жасап, жалғастырып тоқи береміз. Егер менің не тоқып жатқаным қызық болса, келесі рилстерімді күтіңіздер.